Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен өте дәмді тағам лазанья жасайық. Менімен бірге болыңыздар, аяғына дейін көріп шығыңыздар және менің парақшама жазылып алыңыздар. Әр күні сіздермен жаңа рецептпен бөлісіп отырамын. Ал мінекей бастайық. Ең алдымен фаршын дайындап аламыз. Ортасындағы начинкасын. Ең алдымен тавамызға, сковородкаға сұйық майымызды құйып аламыз. Көп емес, аз ғана. Одан кейін бір үлкен пиязымызды осылай майда қылып кубиктап турап аламыз. Немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен үнемі қолыммен турап алам. Өте оңай тағам, өте дәмді, керемет тағам. Міндетті түрде жасап, бағасын беріңіздер. Мінекей пиязымды дайындап алдымен турап алдым. Одан кейін қызып тұрған майымызға ең алдымен кішкене ғана бөлігін салып, кішкене майымды тұшытып аламын. Одан кейін үстіне фаршымды құямын. Фаршымды жақсылап тұрып, жай отта осылай бөлек-бөлек араластырып аламын. Оның үстіне қалған пиязымызды толықтай салып, оны да жай отта 5 минуттай осылай пісіріп аламыз. Мінекей үстіне томатымызды қосамыз және бұрышымызды қосамыз, қара бұрышымызды, одан кейін кішкене тұзымызды қосып, оны да жай отта араластырып аламыз. Мінекей енді бір үлкен помидорды мен блендердан өткізіп алдым. Оны да қостым, себебі фаршы өте маңызды, помидор қосу керек. Немесе консервадағы помидорды қоссаңыздар болады. Мен жай ғана бір помидорды осылай блендердан өткізіп алдым. Енді үстіне суымызды құямыз. Болды, мінекей фаршымызды жай отқа басып, бетін жауып, бір 15 минут қана қоямыз. Мінекей осындай дайын. Осындай қатты сулы емес, осындай бір фарш шығу қажет. Болды, енді бешамель соусымызды дайындап аламыз. Оған сары майымызды қоямыз дағы, үстіне ұнымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Кішкене қуырып аламыз. Мінекей сүтімізді құйып шықтық. Сүтімізді құйып аламыз дағы, астын үнемі араластырып тұруымыз қажет. Кішкене тұз қосамыз. Бұл бешамель соусы өте дәмді соус. Осындай қою соус шығу керек. Мінекей енді фаршымыз да дайын, сырымыз, соусымыз және табамызды аламыз. Табамызға алдын ала барлығын дайындап алып, мінекей ең бірінші соусымызды құйып шығамыз. Соусымызды ең бірінші табамызға осылай жазып, соусымызды құйып шығамыз. Өте оңай тағам. Барлығын дайындап алып, тез осылай бірін үстіне бірін қоя береміз. Мінекей ең бірінші соустың үстіне лазанья дайын қамырлары бар осындай. Осыны салып, соустың үстіне лазанья қамыры, оның үстіне дайын фаршымызды, осылай қуырған фаршымызды бір келкі қылып осылай төсеп шығамыз. Оның үстіне мінекей екінші лазанья қайтадан қамырын төсеп шығамыз. Оның үстіне соус құямыз, соустың үстіне осылай фаршымызды төсейміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, бірінің үстіне бірін қоя береміз. Енді арасына фарштың үстіне кішкене сыр қойып жеріңіздер. Сол кезде ортасына бір-біріне жабысып өте дәмді болып піседі. Неғұрлым сыры көп болған сайын өте дәмді болады. Сырдың бетіне қайтадан лазаньяның қамырларын қоямыз. Үстіне соусты қоямыз. Бір келкі қылып соус барлығына жетеді. Көбірек құйыңыздар ортасына. Мінекей бір келкі қылып қайтадан үстіне фаршымызды саламыз.
Мінекей фаршымызды саламыз біркелкі қылып. Оның үстіне сырымызды қоямыз. Енді ең соңында осылай бетін 4 лазанья қамырымен, асты негізі 3-еуден басталады, ең бетіне 4-еу қоямыз. Мінекей соңғы соусымызды құямыздағы барлығын біркелкі қылып жағып шығамыз соусымызды. Мінекей енді қалған сырымыздың барлығын бетін толықтай сырмен жауып шығамыз. Мінекей көріп отырғандарыңыздай өте оңай, толық сыр жабылып дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 20 минут жай отта пісіріп аламыз. Мен бетін жаппаймын. Мінекей 20 минуттан кейін осындай беті қарайғанша осылай өте әдемі болып піседі. Иісі де бұрқырап кетеді. Өте керемет дәмді тағам. Мінекей енді арнайы осындай лазанья тарелкасына мен бөліп салдым. Ас болсын, міндетті түрде жасап бағасын беріңіздер.